Сәлеметсіздер ме? 58-ші сабағымыз сөйлем мүшелерінің байланысы деген тақырыпқа арналады. 29-ші тапсырмадан бастап орындаймыз. Мен Астана қаласының кішкентай тұрғынымын. Астана өте әдемі. Қалада неше түрлі ойын-сауық орталықтары бар. Сәулетті ғимараттар өте көп. Өскенде туған қаламның өркендеуіне өз үлесімді қоссам деймін. Мәтін не туралы? Оған ат қояйық. Мәтінде Астана қаласы, оның әсемдігі, онда әртүрлі ойын-сауық орталықтары бар екендігі. Сонымен қатар бізде Астанамызда жаңа ғимараттар өте көп екенін жақсы білесіздер. Енді мәтінге бірнеше ат қоюымызға болады. Мысалы, жай ғана Астана, не болмаса әсем қалам Астанам деген сияқты. Астанадағы сәулетті ғимараттар туралы білетініңді айт және оларды дереккөздерден қарап толықтыр. Астанадағы ең барлығына танымал сәулет өнері бұл бәйтерек, бәйтерек, пирамида, хан шатыр және көптеген спорт кешендері бар. Және Абу-Даби плазада құрылысы аяқталған болатын. Сызба арқылы сұрақ қойып өзара байланысқан сөздер тобын тап. Мен Астана қаласының кішкентай тұрғынымын. Сөйлемдегі бір-бірімен өзара байланысқан сөздеріміз мен тұрғынымын, яғни мен кімімін, тұрғынымын. Астана қаласының тұрғынымын және кішкентай тұрғынымын. Сөйлем мүшелері мағынасына қарай өзара байланысы осылай айтылады. Олардың байланысын сұрақ қою арқылы анықтаймыз. Мәтінді көркем жаз. 30-ші тапсырмада сөйлемдегі сөздердің байланысын тап. Мына сызбаға қай сөйлем сәйкес келетінін айт деген тапсырма берілген. Бірінші, Астана еліміздің ордасы. Бұл сөйлемдегі бір-бірімен байланысатын сөздер несі еліміздің ордасы? Не ордасы? Астана ордасы. Міне осылай сұрақ қою арқылы табамыз. Сызбасын өздеріңіз осы сөздерді астынан сызып алыңыздар. Өйткені мен компьютермен сызсам түсініксіз болып кетіп жатыр. Маған өз қалам өте ұнайды. Не істейді? Ұнайды. Кімге? Маған. Нем? Қалам. Қай қалам? Өз қалам. Қалам ұнайды. Не істейді? Ұнайды. Нем ұнайды? Қалам. Өте ұнайды. Не істейді? Ұнайды. Қалай ұнайды? Өте ұнайды. Міне осылай сөздер бір-бірімен байланысады. Осы сөздердің астын жаңағыдай сызбадағыдай сызып қоясыздар. Енді сызба бойынша сәйкес келетін сөйлеміміз бұл Астана қаласы күн сайын көркейіп өсіп келеді деген сөйлем болады. Мұқият қараймыз. Астана қаласы күн сайын көркейіп келеді, өсіп келеді. Содан кейін Астана қаласы өсіп келеді болады. Жаңағы сөйлемдерді міне осылай анықтап сызып қоясыздар. 31-ші тапсырмада сызба бойынша тиісті сөйлем мүшелерін тауып жаз. Сызба берілген, оған сөйлем құрап көрейік. Мысалы, бірінші, күн жылынды. Не істеді? Жылынды баяндауыш, не күн бастауыш. Енді оған біз тұрлаусыз мүшелерді қосамыз. Күн кеше жылынды. Не істеді? Жылынды баяндауыш, не күн қашан? Кеше жылынды. Қашан деген сұраққа жауап беріп тұрған кеше деген сөзіміз тұрлаусыз мүше. Енді сөздердің байланысы дұрыс сәйкес келе ме тексерейік. Күн жылынды және кеше жылынды. Келесі дәл осы сөйлемді алайық. Сіздерге түсінікті болу үшін күн кеше таңертең жылынды. Яғни екі тұрлаусыз мүше болу керек. Не істеді? Жылынды баяндауыш, не күн қашан жылынды? Таңертең, кеше таңертең. Тұрлаусыз мүше бұл екеуі. Яғни байланысын тексереміз. Күн жылынды, кеше таңертең. Неке осылай болады.
Сәлеметсіздер ме? 59-шы сабақтың тапсырмаларын бүгін әдеттегідей бірге орындаймыз. Алдыңғы сабақта біз сөздердің байланысы туралы сөйлемдерге талдау жасаған болатынбыз. Бүгін сабақта 32-ші тапсырмадан бастап орындаймыз. Тақырыбы бойынша өлең мазмұнын болжа, содан соң өлеңді оқы. Шекербек Садыханов, құрылысшы. Қолда темір қалағым, саздан сарай қаладым. Алматыдан алмайтын әсем қала саламын. Ал сен өз қалаңа қандай сәулетті ғимараттар салар едің? Бұл туралы енді өздеріңіз пікірлеріңізді, ойларыңызды айтсаңыздар болады. 33-ші тапсырмада көңіл қойып оқысаң, екі жолдан тұратын мақал шығады. Сол мақалды тауып жаз. Және сөйлем мүшелерінің астын тиісті сызықтарымен сыз. Бұлардың бір-бірімен байланысын сызып көрсет деген тапсырма. Бұл жерде ақыл жастан шығады, асыл тастан шығады деген сөйлем мақалымыз шығады. Талдайық, әрбір сөйлемді жеке-жеке талдаймыз. Шығады не істейді? Баяндауыш, не ақыл бастауыш. Кімнен? Жастан. Бұл жерде бұл тұрлаусыз мүше. Жас адамнан, жас баладан деген мағынада ғой. Сондықтан кімнен деген сұрақ қоямыз. Ақыл шығады және жастан шығады. Ақыл жастан дегенде тіркес алуымызға болады. Келесі сөйлем дәл солай болады. Не істейді? Шығады. Не асыл? Неден шығады? Тастан шығады. Яғни бастауыш, баяндауыш, тұрлаусыз мүшелерімізді анық көріп отырмыз, иә? Сөздердің байланысы асыл шығады, тастан шығады және асыл тастан деген. 34-ші тапсырмада суреттегі зат атауларының алғашқы әріптерінен сөз құрап оқы. Кітабымызға мұқият қараймыз. Суреттер берілген, басқа әріптерін алып құрап оқитын болсақ, пирамида деген сөз шығады, иә? Пирамида үлгісіндегі алып құрылыс. Пирамида тұрғызу негізінен көне заманда етек алған. Оны ежелгі Мысыр перғауындарының қабіріне ескерткіш белгі ретінде тұрғызған болатын. Кейбір пирамидалар ғибадатхана, қазына қоймасы рөлін де атқарып келеді. 35-ші тапсырма. Сөйлемдерді мағыналық байланысына қарай мәтін шығатындай етіп жаз. Мәтінге ат қойып. Жандос пен Гүлназ коньки теуіп жүр. Ол әлі өздігінен коньки теп алмайды. Айжан мұнда бірінші рет келген еді. Балалар мұз айдынға келді. Оған достары көмектесті деген сөйлемдер берілген. Енді осы сөйлемдерді ретімен орналастыратын болсақ, балалар мұз айдынға келді. Жандос пен Гүлназ коньки теуіп жүр. Айжан мұнда бірінші рет келген еді. Ол әлі өздігінен коньки теп алмайды. Оған достары көмектесті деген мәтін шығады. Бұны енді сіздер осылай ретімен емес, кәдімгі мәтін қылып жазып қойсаңыздар болады. Және медеу мұз айдынында деген тақырып қоямыз. Өз нұсқаларыңыз болса, оны да қоюларыңызға болады тақырып ретінде. Мінекей бүгінгі сабаққа берілген тапсырмаларымыз осы. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Каналға тіркеліп қоюды және де достарыңызбен осы видеомен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.